Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін балалардың ең сүйікті сникерс пирогын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңында көріңіздер. Ұнаса арнама тіркеліп, лүпіл басып, қоңырашаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажет қоспалар: електен жақсылап өткізілген ұн, сары май, және де қант, какао ұнтағы, бір жұмыртқа, қаймақ, және де бір ас қасық қамыр қопсытқыш. Осы массаны бәрін жақсылап араластырып, біркелкі, яғни жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды біріктіріп, пакетикке салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге варенка керек, және өте майда болып ұсақталған жаңғақ. Бәрін жақсылап араластырып дайындап аламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, екі бөлікке бөлеміз. Үлкенірек бөлігін жақсылап тегістеп жайып аламыз. Өте жұқа болмауы керек. Формамызға орнатып, арасына салмасын саламыз. Салмамызды салып, жақсылап тегістеп аламыз. Бетіне қалған екінші бөлігімізді жайып, бір тегіс етіп кесіп, бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Қойып алғаннан кейін 180 градуста ысып тұрған пешке салып, 25-30 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің сникерс пирогымыз дайын болды. Бұл қамырмен кез келген, яғни арасына кез келген салманы салып пирог дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасалуы өте оңай, дәмі өте дәмді. Ұнаса лүпіл басып қолдау көрсетсеңіздер болады. Көп рахмет.